Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 5-ші сыныптың 6-шы және 7-ші сабақтарын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп және лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлеу мәдениеті және амандасу, қоштасу жайында. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Ел мол жиналыпты. Ақсақалды қарттар, егде кісілер, жігіттер мен боз балалар да жүр. Әне келе жатыр деп күбірлесе бастады жиналғандар. Қасында пошта бастығы мен болыстық басқарманың бір топ жігіті бар. Орта бойлы, сүр шекпеннің өңірі ашық күйде жалаңбас бір кісі келеді екен. Бәріміз де бар ықыласымызбен тесіле қарап қалыппыз. Ол төбешікке шыққан соң төрдегі ақсақалдардың қолын жағалай алып шықты. Қалған топпен қолын кеудесіне қойып, бас иіп ізетпен сәлемдесті. «Армысыздар, ардақты қауым», деді ол аздаған қарлыққан дауыспен. «Аман есенсіздер ме, қадірменді қариялар? Дендеріңіз сау ма? Туған туыстарыңыз, мал жандарыңыз аман ба?» «Рахмет қарағым, Садық. Өзің де аман есенсің бе? Денің сау ма, Садықжан? Балаларың өсіп жатыр ма, қарағым?» деп шалдар шетінен саулық сұрасып жатыр. «Рахмет», деді Садық ақ тістерін көрсетіп жымиып. «Әзірше аман есенбіз», деді. Бауыржан Момышұлының әңгімесінен алынған екен. Ендеше Садық төрдегі ақсақалдармен қалай амандасты? Қалған топпен қалай амандасты? Үлкендердің амандасуында қандай ерекшелік бар? Өздерің үлкендермен қалай амандасасыңдар? Осы сұрақтарға жауап беріп кетейік. Садық төрдегі ақсақалдармен ең біріншіден қолдарын жағалап амандасып шықты. Ал қалған қауыммен басын иіп ізетпен амандасты. Себебі көпшілік орта болғандықтан ол барлығымен қол алысып амандасуға уақыты жетпейтін еді. Үлкендердің амандасуындағы ерекшелігі олар амандық, саулық сұрап амандасты. Ал біз қалай амандасушы едік? Біз қолымызды алып амандасамыз. Ендеше үндестік заңының ережелерімен танысып өтейік. Үндестік заңы дегеніміз түбір мен қосымшаның немесе сөз бен сөздің арасындағы дыбыстардың бір-біріне әсер ықпал етуі. Үндестік заңы екіге бөлінеді. Буын үндестігі, яғни сингармонизм, дыбыс үндестігі, ассимиляция. Буын үндестігі сингармонизм заңдылықтарына, мысалы сөздің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындары да жуан, немесе соңғы буыны да жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Мысалы, балалар, қаладағылармыз. Байқасаңдар, барлық буыны жуан болып тұр. Сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буынды жіңішке немесе соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы, әншілердің, үйдегілеріміз, яғни алғашқы буындар жіңішке болғандықтан оған жалғанып тұрған қосымша да жіңішке болып тұр. Ескере кететін жайт, аралас буынды сөздер өзге тілден енген сөздер. Мысалы, кітап, қасиет, қазір, математика тағы да басқа. Яғни бұлар буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар мыналар екен. Мысалы, көмектес септік жалғауы, мысалы, баламен, қонақпен, оқулықпен, және де нікі, дікі, тікі, тай, тал, еке, мысалы, әсемдікі, әкетай, өсімтал, қалеке тағы да басқа сөздері, және де бей, кер, қор, бас, қой, кеш, қана, кес. Мысалы, бейшара, балгер, жемқор, әсемпаз, өнерпаз, сәнқой, арбакеш, емқана, зиянкес тағы да басқа. Және соңғы, яғни адам есімдеріне жалғанатын оф, ова, ев, ева, ин, ина деген, яғни бұлар фамилияға, мысалы, Әуезов, Жұмабаев, Бегалин. Одан басқа қандай мысал келтірсек болады? Мысалы, Әділбеков. Яғни алғашқы сөздерінің буындары, бұлар қазақ тіліндегі адам аттары да, ал оф, ев деген бізде орыс тілінен келген сөздер, сондықтан буын үндестігіне бағынбайды екен. Ендеше екінші тапсырма, деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей, оқылым мәтінінде қою, қара әріптермен берілген сөздердегі буын үндестігін түсіндіріңдер. Буын үндестігінде бағынбай тұрған сөздер бар ма дейді. Себебін анықтаңдар дейді. Екінші деңгей, мәтіндегі амандасуды, сыпайылықты білдіретін сөздер мен тіркестерді қатыстырып сұхбат құраңдар.
Үшінші деңгей мәтіндегі амандық сұрасудан нені байқауға болады деген тақырыпта шағын ой толғау жазыңдар. Буын үндестігіне бағынатын және бағынбайтын сөздерді бөліп көріңдер дейді. Ендеше бірінші деңгейде қарамен жазылған сөздер басқарманың, төбешікке, ақсақалдардың кеудесіне, яғни осы сөздер, бұл сөздер буын үндестігіне бағынып тұр, яғни себебі алдыңғы буын мен кейінгі буын жіңішке болғандықтан оған жалғанатын қосымша да жіңішке болып тұр, жіңішке жуан болып тұр, яғни ал ықыласымыз деген сөзде ықыласымыз бен деген, яғни бен деген сөз жалғану арқылы бұл сөз буын үндестігіне бағынбай тұр. Ендеше екінші тапсырма, яғни екінші деңгей, армысыздар ардақты қауым. Бүгін ел ағасы қадірлі ақсақалдарымыздан арнайы сұхбат аламыз. Ассаламағалейкум ақсақал. Уағалейкум ассалам балам. Аман есенсіз бе ата, денсаулығыңыз жақсы ма? Аллаға шүкір балам, бәрі жақсы. Яғни осыған ұқсас кішігірім сұхбат құрастыруға болады екен. Ендеше үшінші деңгейге өтеміз. Үшінші деңгейде бізде мәтіндегі амандық сұрасудан нені байқауға болады деген тақырыпта ой толғаймыз. Амандық сұрасу жалпы адамдардың ізгі ниетпен бір-біріне деген сыйластығын білдіретін іс-әрекет, және бізді үлкендерді сыйлауға, кішілерде өнеге болуға жасайтын тәрбиеміздің бір бөлігі екен. Сол үшін мұғалімдермен, үлкен кісілермен, тіпті кішілермен әрдайым амандық саулық сұрасу ортаңа сыйлы болуға әсер етеді екен. Осындай ой жинақ айтсақ болады. Үшінші тапсырма. Әр халықтың сәлемдесу дәстүрі мен әдет-ғұрпы туралы бейнежазбаны көріп, сәлемдесу туралы өзара ойларыңды бейнежазбадағы басты мәселені анықтаңдар дейді. Бейнежазбаны YouTube арнасынан көреміз. YouTube арнасынан не байқадық біз? Яғни бейнежазбада сәлемдесудің жасқа қарай ерекшеліктері және оның мағыналары түсіндірілген екен. Келесі тапсырма, бізде төртінші тапсырмаға өтеміз. Яғни тыңдалым бөлімінде сәлемдесудің қанша түрі кездескенін анықтап, оларды қолданылуына қарай топтастырып жазыңдар дейді. Яғни жаңағы YouTube арнасындағы видеодан көрген сәлемдесулерді бөліп, топтыққа бөліп шығамыз. Бізде бірінші кезекте ер азаматтардың бір-бірімен амандасуы көрсетілген, екіншісі үлкендердің кішілермен амандасу әдебі көрсетілген, үшінші келіннің сәлемдесуі, және төртінші батырлардың амандасуы, бесінші қыздардың серілермен сәлемдесуі көрсетілген деп 5 топқа бөлсек болады екен. Бұл 5 топтағы амандасудың өзінің әрқайсының ерекшелігі және де әрқайсының өзінің әдебі бар. Бесінші тапсырма, ғаламтор желісі мен қосымша әдебиеттерді негізге ала отырып, бірнеше елдегі амандасу мен қоштасуға байланысты сөз орамдарын жинақтаңдар. Шағын зерттеу жүргізіп, жұмысын жасап, топ алдында қорғаңдар дейді. Ендеше интернет желісінен қай елдерде қалай амандасады, өздеріңе қызықты болған елдерді байқап қарасаңдар болады. Мысалы, менің зерттеуімде Тибет елінде бір-бірімен тілін шығару арқылы амандасады, ал жапон халқы амандасу барысында денелерін иіп сәлем береді. Ал Қытай елдерінде қолдарын бүгіп иіледі екен. Ал Кенияда бір-бірін көргенде билеу амандасу болып саналады екен. Бұл амандасу түрлері әлемдегі ең қызықты амандасу түрлеріне жатады десек те болады. Алтыншы тапсырмас, деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей мәтіннің бірінші бөліміне ат қойып, қосымшалардың жуан немесе жіңішке жалғануын түсіндіріңдер дейді. Сөйлеу әдебіне жататын сөздердің бірі қоштасуға қатысты сөздер легі сау болыңыз, қош болып тұрыңыз, келесі кездескенше немесе кездескенше, көріскенше күн жақсы, немесе көріскенше жайлы жатып жақсы тұрыңыз, жолыңыз болсын, сапар сәтті болсын, аман болып тұрыңыздар, жақсы, тағы да басқа деген сияқты сөздер. Жағдаятқа қарай қолданылатын мұндай сөздерде де мағыналық реңк айырма бар. Мәселен, бүгін, ертең немесе таяу күндері кездесетін, хабарласатын қызметтес адаммен көріскенше күн жақсы, аман барып сау қайтыңыз деп қоштасатыны, қоштаспайтыны белгілі. Ал алыс жол, ұзақ сапарға аттанып бара жатқан жолаушыға сау болыңыз деп қана қою салғырттықты білдіреді. Сондықтан мұндайда сапар сәтті болсын, жолыңыз болсын
деген тәрізді сөз орамдарын қолданамыз. Бұл мәтіндегі, яғни берілген ақпараттар бойынша біз мәтінге қандай ат қоя аламыз? Яғни бұл жерде ең біріншіден қоштасу әдебі айтылған. Сондықтан мәтінге қоштасу әдебі деген ат қоямыз, және сөздің мағынасында түбір буын егер жуан болса, оған жалғанған қосымша да жуан болады екен. Солайша буын әдебі сақталады. Мысалы, әдебіне деген сөзінде түбір жіңішке буыннан тұрады, сондықтан қосымша да жіңішке жалғанып тұр екен. Яғни бұл буын үндестігіне бағынып тұрған буын заңы екен. Келесі екінші деңгейде мәтіннің екінші бөліміне ат қоямыз. Аралас буынды сөздерді тауып, қосымша жалғаңдар дейді. Қосымша жалғану заңдылығын түсіндіріңдер дейді. Яғни амандық сұрасу тұрмыста жиі қолданылатын, құлаққа жиі естілетін сөздер емес. Бірақ бұларды талғап, таңдап, өз орайында, өз орнында қолдану қажет. Мысалы, сәлеметсіз бе деп амандасу үлкен кішіге, таныс бейтанысқа ресми жағдайда, еркін жағдайда қолданыла береді. Ал ассалаумағалейкум деп амандасуды жасы үлкен ақсақалдар жөн сұрап ұнатып тұрады. Ал үлкен апалар мен әжелер бір-бірімен армысыңдар, аманбысыңдар, қалайсыңдар деген секілді амандасу түрлерін қолданады. Бұл қоғамдағы әр алуан топтардың өздеріне лайық амандасу түрлері бар екендігінен хабар береді. Мысалы, бізде екінші деңгейде амандық сұрасудың түрлері көрсетілген, сондықтан амандық сұрасу деген тақырыпты қоямыз. Ассалаумағалейкум бейтаныс сөздерінде буындар бірде жуан, бірде жіңішке болып тұр. Сондықтан бұлай сөздердің құралуы аралас буындар деп аталады, яғни буын үндестігі сақталмайды екен. Мысалы, бейтаныс сөзіне қа деген сияқты қосымша жалғайтын болсақ, бәрі-бірде ең бірінші буыны жіңішке, одан кейінгілері жуан болып, буынның үндестігі сақталмайды. Сол секілді үшінші деңгей амандасу, қоштасу сөздерін орынды пайдаланып, алыстағы туыстарыңа немесе достарыңа хат жазыңдар. Үлгіде, яғни хат жазу үлгісі көрсетілген. Ассалаумағалейкум ата, аманбысыз әже, денсаулықтарыңыз қалай? Ары қарай осылай жалғастыра бересіздер. Ендеше мысал келтірейік. Ассалаумағалейкум әке, амансыз анашым, денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл тыныш па? Сіздерді сағындым, менде бәрі жақсы. Бауырларыма сәлем айтыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Бұл жердегі ассалаумағалейкум және амансыз деген амандасу, ал қош сау болыңыздар деген қоштасу әдебіне жатады екен. Соңғы тапсырма бізде 7 топқа бөлініп суреттер бойынша жағдаят ойластырыңдар. Жағдаятты дұрыс ойластырған топқа алғыс айтуды ұмытпаңдар дейді. Бірінші, ата-анаңмен, туыстарыңмен қалай қоштасасыңдар? Екінші, мұғаліммен, тәрбиешімен, сатушымен және тағы да басқа қалай қоштасқан дұрыс? Үшінші, балалар бағдарламасының жүргізушісі болсаңдар, көрермендермен қалай сәлемдесіп қоштасар едіңдер? Ең біріншіден біз ата-анамызбен көбінесе мектепке кетіп бара жатқан кезде сол кездерде қоштасамыз. Сондықтан ата-анамызға жақсы анашым, мен кетіп бара жатырмын деген сияқты сөздер айтып қоштасады екенбіз. Ал екінші, мұғаліммен, тәрбиешімен, сатушымен сау болыңыз, келесі кездескенше деп қоштассақ болады екен. Ал егерде сендер бір бағдарламаны аяқтайын деп жатсаңдар, онда біріншіден бағдарламаның бітетіні жайлы хабарлап, содан кейін қоштасасыңдар. Мысалы, осымен бүгінгі бағдарламамыз соңына таяды, келесі бағдарламада жолыққанша қош сау болыңыздар деген секілді. Соңғы 8-ші тапсырма амандасу қоштасу сөздерінің қолданысына мән беріп кестеге жазыңдар. Мысалы, амандасу қоштасу сөздерін жазып шығамыз, яғни ассалаумағалейкум тағы да басқа. Кімге бағытталған? Атаға, әкеге, жалпы көпшілікке, кімдер айта алады? Ер адамдар, балалар. Осы секілді сәлеметсіз бе деген сөз, бұлар мұғалімдерге, тәрбиешілерге бағытталып айтылатын сөздер. Бұл сөздерді жалпы көпшілік адам айтылады. Мысалы, оқушылар айталады, кіші балалар айталады. Кез келген үлкен кісі жаңағы сатушымен амандасқанда айталады. Амансыз ба деген сөз, бұл әжелерге, қария кісілерге, үлкен кісілерге арналған сөз, яғни амандасу тәртібі. Яғни көбінесе қария әжелерге айтылады. Бұл сөздерді кез келген
ер азамат болсын, әйел азамат болсын, кез келгені амандаса береді. Ал сәлем бердік дегенді барлық жағдайда, яғни келін адам өзге кісілерге солай амандасады. Сау болыңыз деген сөз бұл қоштасу әдебі. Сау болыңыз деген, яғни барлық жағдайда барлық адам бір-біріне айта алатын қоштасудың түрі. Ал кездескенше деген сөз бұл оқушылар өзара, болмаса жолдастар арасында, болмаса ертеңгі көретін жұмыстағы бір-бірімізбен істес адамдарға айтылатын қоштасу әдебі екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Каналға лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.